Алланың қалауымен Жұма деген мешітке келдік. Жұма мешіті. Мына мешіттің атауы Жұма екен да. Бұның Жұма болатындығы себебі алғашқы тарихта пайғамбар алейхиссалату вассалам Мекке қаласынан Мәдина қаласына көшкен кезде мына алдымыздағы оң жағымыздағы Құба деген мешітке келіп тоқтаған. Ол жерде Бану Амир деген осы Аус деген тайпаның әулеті ол кісіні күтіп алады. Сол жерде дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, Жұманың күндізіне дейін болады да. Содан кейін барып ол кісі неге шығады? Мәдина қаласына жолға шығады. Мынау қазір бәрі бір қаланың ішінде тұрмыз. Бірақ ол кезде қала болып қалыптаспаған кез, ашық жазықтық жерлер, ана жерден мына жерге дейін жаңағы пайғамбарымыздың мешітіне дейін бір шама жол жүру керек болған. Ол кісі сөйтіп сапар шеккен кезде, осы мына жерге келген кезде Бану Салим деген тайпа өмір сүрген. Олар Хазраж деген тайпаныкі. Өзі Мәдинада Аус және Хазраж деген екі тайпа болған. Исламға дейін өздері бір-бірімен жауласқан тайпа болған. Кейін ислам келгеннен пайғамбар алейхиссалату вассалам ол кісілердің несін ислам арқылы бастарын қосып татуластырған. Кейін ұрыс керістер тоқтаған да. Сөйтіп мынау жаңағы Бану Амр мен Бану Салим екеуі бір туысқан әулет болып шығатты. Сөйтетте мына Бану Салимнің әулетінің үлкендері пайғамбар алейхиссалату вассалам өшірден өтіп бара жатқан кезде тосып алады жолдан. Я Расулалла дейді, сіз аналардың үйінде дейді, біздің туыстарымыздың үйінде болдыңыз, қонақ қылдыңыз, тоқтадыңыз, оларға бір құрмет көрсеттіңіз ол өзіңіздің болуыңызбен дейді да. Енді біздің де ауылға кішкене бір тоқтап кетсеңізші, келсеңізші деп шақырады да. Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам жымиып жаңағы солардың шақыруын қабыл алады. Сөйтіп Алланың қалауымен сол жұма күні алғашқы жұманы пайғамбар алейхиссалату вассалам өзі бастап, осы жерде сол тайпаның адамдарымен қасындағы мұхажир Меккеден көшіп келген сахабалармен бірге кетіп бара жатқан Мәдинаға. Солармен бірге барлығы жиналып осы жерде намаз оқыған. Ол кезде қайталап айтам, мына мешіт жоқ. Бұл мешіттің орны жай ғана бос орын, кейіннен естіген бұның барлығы мешіт болып салынған. Бұл мешіт тағы да жаңағыдай. Омар ибн Абдул-Азиздің кезінде, Омауи халифасының кезінде 87 жыл мен 93 жылдың аралығында не істеген? Көтерілген. Кейін мына 1990 жылы Фахд ибн Абдул-Азиз деген осы жерде Саудия елінің үлкен патшасы болған. Сол кісі мына осы қазір көздеріңіздің алдында тұрған мешіттен есеп кеткен, жақсылап отырып салып кеткен. Енді бұл мешіт тарихи мешіт. Жұма дейді. Мына жұма деген біздің дінімізде өте үлкен орны бар күн. Жұма күнін Алла тағала мұсылман ерлерге ақыл есі дұрыс, иман келтірген, балиғат жасына толған еркектерге не қылған? Міндет қылған. Ол сіз Қазақстанда болсаңыз да, қай елде болсаңыз да жұма намазын не істеу керек? Оқу керек. Еркектерге парыз. Енді сол жұма намазын Құранда Алла тағала айтады: "Я айюхаллазина аману", ей иман келтірген пенделер, "Иза нудия лис-салати ми яумил джумма", сендерді азаншы жұма күніне азанмен шақырған кезде фасау иля зикрилля дейді. Алланы еске алу үшін не істеңдер дейді? Асығыңдар дейді. Сауда саттықты тоқтатыңдар да не істеңдер дейді? Намазға, Алланы еске алуға, жұмаға асығыңдар дейді. Сол күннен бастап міне жұма намазы парыз болды. Сол ең алғашқы исламның тарихында пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның өзі бастап оқылған алғашқы жұма намазы, жалпы жұма деген намаз осы міне біз көріп тұрған жерде оқылып кеткен екен.